Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Астананың ботаникалық бағын көрсететін боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Өте әдемі, ең деген жерлерін көрсетемін. Қазір сізге көрсетіп жатқан жерлерім бұл тура кіреберіс жері. Ары қарай өте қызық болады. Соңына дейін көрсеңіздер мықты жерлерді көресіздер. Жалпы ботаникалық садтың аумағы почти 90 гектар жер екен. Оның ішінде қазір көл көресіздер. Одан кейін өте көптеген гүлдер және де жан жағының бар осындай жасыл талдар. Там өте керемет, ауасы да таза, демалуға өте керемет жер екен. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Pas de soleil, 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 pas de Міне мына көлдің ішінде бірнеше фонтандар бар екен. Және де мынандай сол өсімдіктер өсетін кішкентай бір үшбұрышты здание тұр.
Біз бүгін Астанадағы ботаникалық баққа келдік. Енді табиғаты керемет екен. Особенно осылай кешкі уақытта және де таңертең жүріп спортпен айналысқанға прям идеально. Көп адамдар жүгіріп, просто жүріп, просто пикник жасап жатқан адамдар көп екен. Енді табиғаттың аясында демалып, энергия алып жүрген адамдар өте көп екен. Өзі қарайшы, мама. Ойбай, өзі үшін не жатыр? Mama itu ya. Lelak menderit. I was sweet. Дай, жена! Біз міне көрдіңіздер, игровая зонаға келдік. Осы саттың ішінде осындай балалар ойнайтын кеңістік бар екен. Балаларым сразу осы жаққа көздері түсіп жүгіріп кетті. Сонымен ладно, кішкене ойнаңдар, сонымен далаға кетеміз дедік. Ал достар, осымен біздің қазір видеомыз аяқталады. Рахмет сіздерге видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазғандарыңызға мың алғыс. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.